Бұқар жырау Қалқаманұлы, қазақтың ұлы жырауы. Қазақ жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы, атақты Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі Арғын тайпасының Сүйіндік руының Қаржас руынан. Замандағы сыншылар оны Көмекей әулие деген. Сөйлегенде Көмекей бүлкілдеп, аузынан тек өлең сөз төгіледі екен. Сырдария облысы, Қазалы уезі, Көшербай облысының 6-шы ауыл. Қарақ деген жер Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар басқыншылығы тұсында елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білді. Осы мақсатта ол Абылай ханды бірден бір қажетті басшы санап, оған халық бірлігін сақтап қалатын көсем тұрғысында үлкен сенім артты. Абылай ханды сол билік талаптан табылып, елдің бірлігі мен жарқын болашағы үшін жан аямай қызмет етті. Жырау сол азаттық жолында өлімге бас байлап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін көрсеткен хан мен оның батырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасады. Әсіресе Абылай ханның көрегендігі мен даналығын, ауыр кезең, қиын сәттерде ел ұйытқысы бола білген асқақ жырлады. Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай, қарусыз жылқы батырған ханым-ай, қалынсыз қатын құшыртқан ханым-ай, 300-ден 3 кісін құрбан қылсам, сонда қалар мекен қайран жаным-ай. Бұқар жырау мұрасын жинауда, жариялауда және зерттеуде Мәшкір Жүсіп Көпеев, Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Мұхамеджанов, Мұхтар Мағауин секілді ұлт зиялдары еңбек сіңірді. Әдебиеттанушылар Бұқар жырау толғауларын жазба әдебиетке тән сипат белгілерін атап айтқанда, әлеуметшілдік сарынын, азаматтық нысанын, сондай-ақ жыраулардың даралық өзгешіліктерін талдаса, екіншілері өмірі мен шығармаларын үнделді. Болашақта ұлы жырау мұралары жаңаша көзқарас, дүниетаным тұрғысынан тексерілуге тиіс. Аспаннан биік тау болмас, бауырынан қашқан күзен көрінбес. Шын жаратқан ұл болсан, Құдай тағалам өзі берер нәсіпті.